Біз қазір сатыр-сұтыр етіп телеграмнан, WhatsApp'тан сообщениелер келіп жатады. Кейбіреуін көріп үлгере алмайсың. Бұрын бір жарым сағаттық фильмді адамдар іздеп жүріп көріп тастайтын. Қазір 15 минуттық қызық бір қысқа метражды фильмнің өзін кешке асықпай көрейінші, жоқ, сенбі жексенбі күні көремін деп 15 минуттық фильмнің өзін кейін кеше көретін болды. Ал енді сізге WhatsApp'пен 1 минутқа, 3 минутқа дейінгі видео келсе, соны ашасыз, 3 минуттан артық болса, оның алғашқы 20 минутында баураса қалды, 20 минутында баурамасы өшіріп басқа фильмге өтіп кетесіз. Бұл жасырын емес, бұл қазір әлеуметтанушы ғалымдардың зерттеуінен туып отырған факты. Қазақстандықтар орта есеппен күніне смартфонын 300 мәрте ашады екен. Кеп қалды ма, лайк басты ма біреу дирекке бірдеңе жазып қалды ма, бір жақтан бір нәрсе кеп қалды ма деп, күніне 300 мәрте орта есеппен қолындағы телефонын, смартфонының бетін ашады екен. Біздің қаншалықты өміріміз, тағдырымыз осы нәрсеге тікелей байланысты болып тұрғанына бір дәлел. Яғни, осыншама сапырылысқан ақпараттар біздің табиғатымызға әсер етпей жатыр деп ойлайсыз ба? Міндетті түрде әсер етіп жатыр. Біз қазір бұрынғы ұрпақтарға қарағанда алаң-құлаң еткен ұрпаққа айналдық. Алаң-құлаң етіп осы саған әке-шешең әңгіме айтып отырса, жартылай тыңдап, жартылай көңілің басқа жақта отырып, сабақ оқып отырсаң да алаң-құлаң етіп осы 45 минутта жан басын басып отыра алмайтын, 15 минут біреумен сырласқан кезде соның жартысында телефоныңды ашып жібергің кеп, көңілің алаң-құлаң етіп, жуашық шайнағың кеп, шемішке шаққың кеп, терезеден бір нәрсе көргің кеп, жан-жаққа осындай алаң-құлаң еткен табиғатымыздың өзгеріске ұшырағанына куә болып жатырмыз. Сол себептен біздің бір-бірімізге деген қарым-қатынасымыз да осылай. Сіздер Голливудтың киносынан мынандай көріністі байқаған шығарсыздар, естеріңізге бір салып өтейін. Офис. Үлкен әлемдік бір компанияның офисі, бір кино үстіне титр жазылып жатады. Режиссер бәленше, продюсер түгенше деген жазу жазылып жатады. Офис, қолында кофе, ерсілі-қарсылы жүрген адам, өтіп баратып қағазға: "Привет, Джем, қалайсың? Джейк, сәлем, ертең келеміз, кешке кездесеміз ғой" деген сияқты бір жан таласқан өмір. Анау қағазға өтіп баратып қол қоятады, кетіп баратып сэндвич жеп баратады, өтіп бара жатып жаңа кофесін ұрттап қояды. Осындай көріністі көрдіңіздер ғой кинодан. Осының барлығы бізге образ жизнь. Бұрын әжелеріміз: "Әй, кухнядан шықпай тамағыңды же, дастарханның басында отырып тамағыңды же. Спальныйға алып келме андағы коржикті. Немесе мына сабақ оқитын жерде сабақ оқып отырып шемішке шақпа" деген сияқты қаншама әдептер болатын. Сол киноның мәдениеті, күнделікті қоршаған ортадан келген ақпараттар арқылы біздің бір-бірімізге деген қарым-қатынасымыздың өзі бір ұшып қонған, ақырына дейін жеткізбеген бір байланыстың түрлеріне өтіп бара жатыр. Бұл да біздің ұлттық құндылықтарымыз бенен рухани құндылықтарымызды толық сіңіруімізге кедергі болып жатқан келеңсіздіктер деп айтуға болады. Қазір ешкімде ондай бір-бірін ал бір жан айналайын, әңгімеңді айт, қалайсың деуге уақыт жоқ та қазір. Саған ассалаумалейкум де жоқ, сәлем де жоқ, ешқандай жоқ. Қазір сообщениеде кешегі не істейтін болдыңдар деп сообщение келіп тұрады мысалы. Қойшы, оны не істейсің деп жауап беріп жібересің. Жан таласқан ақпараттың көптігінен қиян кескі болып комментарийда жұрттың бір-бірімен шайқасып жатқанынан қазір ақиқатты арасынан тауып алу өте қиын. Көптеген адамдар эмоцияменен көңіл күйдің жетегінде 99% адам ақпарат таратып жатыр қазір. Бұрындары осы турбулентный зонаға кіргенге дейін адамзат баласы бұрындары ақпаратты лайықты тұлғалар тарататын. Ақпарат таратуға ақысы бар адамдар тарататын. Билер, шешендер, абыздар, ақындар, сөз ұстаған адамдар, ханның жарлығын оқитын мамандар, қандай да бір тиісті тұлғалар ақпарат тарататын. Ал енді қазір міне жерде бірдеңе өртеніп жатса, қасынан өтіп бара жатам, немесе бір жерде бір жол апаты болып жатса, қасынан өтіп баратып видеоға түсіріп жатам да, не болып кетті мынау, мынау осындай байлар деген бір-бірін қағып өлтіріп жатыр деп мен ақпарат таратып жіберем. Сосын міне жақта отырған біреу: "Бәле болды осы байларды өлтіру керек еді, оңбағандар вообще сволочь бұлар" деп біреу жазады мысалы. Неге? Тиісті емес бір мәселені анализдей алмайтын адамның ақпарат таратуыменен келесі бір жерде отырған адамның жүйкесіне салмақ түседі.
Ол сол біреудің қате ақпаратының себебінен әйелімен ұрысып қалады, баласына тәрбие бере алмайды, жұмысында көңіл күйі болмайды. Бір ғана адамның қате ақпарат таратуынан бір қауымға, бір адамның қырсығы қырық рулы елге тиеді дегендей, қаншама осы берекелер қашады. Енді осыдан құтқаратын не нәрсе? Осыған дұрыс жауап тауып беретін бізге не нәрсе десек, бауырлар, ол нәрсе өзіміздің дәстүрлі таным түсінігімізге, өзіміздің ұлттық тәрбиемізге, өзіміздің қаншама ғасырлар бойы бізге бақыт сыйлап келатқан анау бесіктен бейітке дейінгі аралықтағы бабаларымыздың көрсетіп кеткен өнегесіне үңілу. Асыл әлемдегі ең асыл дін де бізде, асыл салт дәстүр де бізде, қарым-қатынастың үлгісі де бізде, үлгі аламыз десек, тарихта қаншама тұлғаларымызда бізде тұр.